Дала мақпал түннің құшағында маулығады. Жұлдыздар қара отқа жусаған қойдай қара аспанда жайылып жатыр. Ай жарықтық аяңдап барады. Қой түгендеп жүрген қойшы секілді құдды. Қора жақта сиыр ыңыранып жылқы пысқырынды. Иттер құбыла беттен қасқыр көргендей шабалана үреді. Сол тұстан әлдене қараңдағандай болды. Селк ете қалды. Бірақ анықтап қарамады. Әй иттер, иттен бетерсіңдер ғой деп зілсіз күрсінді де үй айналып кетті. Асықпай дәрет алды. Тырп-тырп басып қораға беттеп келеді. Қораның қарсы алдында ағараңдап бір белгі тұр. Электр бағанының бетоннан құйылған іргетасы. Кісі бойынан сәл асатын, бағанды көлік қаққан әлде мал сүйкенген не де болса, құлшылық қылған пендедей құбылаға қарай сәл-пәл қисайып қалыпты. Таң атпастан үйдегілердің мазасын қашырмайын дей ме, әлде қараңғы түнде ағараңдаған сұлбаны ес көре ме, әйтеуір ерен-параннан тап осындай ентелеп жететін. Имамға ұйып жамағат болар жан баласы болмаса да азан шақыратын. Бүгінде сол әдетімен жақындай бергенде әлденеге шалынып кеткені. Құдай сақтап жығылмады. Тапырақтап барып түрегелді. Ой әкеңнің деген балағат сөз тастақтың үстінде допша домалаған құман үнімен қатар шықты. Балағат сөйледің, дәретің бұзылды деді. Көңіл түкпірінен күдікті ой күбірлеп. Толық айтқан жоқ әкеңнің деді де қойды деп екінші бір ой қарсы шықты. Аузы болғанбаса да ниеті бұзылды деп анау да бек бақтырмайды. Қайсы ойына жығыларын білмей аз кем дағдырып қалды. Көңілінде титтей күмән болса да нендей іс болсын, қайыра орындаған қайырлы дейтін ұстаз Самархан марқұм үйкелеген қойдай аузынан су ақтарылып теңкиіп жатқан құманын алып құдық басына тартты. Иттер әлі үріп жатыр. Иесін арқа тұтып сес көретіндей дауыстарында айбар-бар. Ит құрлы болмадым-ау. Мәу демедім, менен гөрі бұлар жақсы. Балақтан алып балтырын қанатпаса да қырдан даусын асырып қыр көрсетіп қояды деді күбірлеп. Жан қалтасынан орамал суырып беті қолын сүртті. Шоқша сақалын саумалап тарап еді, бір-екеуі жұлынып саусағына іліге кеткені. Ай жарығымен ақ қылшығы анық көрініп тұр. Таудан ұрған таңғы самалдың ырғағымен иіліп жазылып діріл қағады. Сақалын тағы саумалады. Бүкіл ауыл ақ кигізіп ақсарбас айтып имамдыққа тағайындағаны кеше ғана еді. Зырылдап, зырқырап 40 жыл өтіпті. Ол кезде Орда-Абзар 30-дың жайлауында жаңадан қоныс тіккен. Бала молда деген ат сол кезде қалған жұрнақ. Жүзіне салмақ арту үшін иегіне түбітті де қатарласынан ертерек қондырды. Содан берде бетін жалаңаштап көрмепті. Содан берде сақал саумалау әдетке еніпті. Бастапқыда сақал мұрты қарғаның қанатындай қап-қара еді, бірте-бірте буырыл тартып бүгінде бор жаққандай аппақ. Бұл сақалмен қайда бармады, не көрмеді, не істемеді. Туғанына азан шақырып ат қойды. Өлгеннің иман суын ұрттап жаназасын шығарды. Талай мықтының төрінің басында осы сақалын желбіретіп желпініп отырды. Талай марқұмның көрінің қасында сай-сүйегі сырқыратып Құран оқыды. Арғы бетте алған ілім құдайсыз қоғамнан құтылған жұрттың жыртығына жамау боп, олқысының орын толтырғаны өз алдында. Қарахан басына абырой, қара сирақ ұл қызына арзық болған. Шекарадан өткелі естіп келген Қытай деген қыжыртпадан құтылды. Бірді екілі ішіп алып лепіреген тентектерді молданы тілдедің деп, ауыл естиярларының өзі-ақ тізгіндеп езуін тілді. Етектегі тасы өрге домалап, есіктегі басы төрге озған. Дақпырты ауылдан асып, аудан жетті, одан арыға кетті. Ол дақпыртты таратқан осындағы азғантай ағайын. Ағайын айдатпаса да жетектетіп жіберетін үнемі. Мұның ады шүкір, бергеніңе тәубе деп езу тартты. Байқаса сақалын әлі саумалап отыр екен. Әлгі қос қылшықтың қасында тағы бір-екеуі қосылыпты. Екінші қолмен бәрін бір жерге жинады да ширатып кеп жіберді. Жерге түсіп үлгермеді. Қылшықтарды жел қағып әкетті. Барыңдар, менен безбеген енді сендер едіңдер, деді түсін қайта суытып. Қылшықтар қалықтап барып қараңғылыққа сіңіп кетті. Сыртқы есік сықыр етіп ашылған. Ағараңдап біреу шықты. Қыз екен. Ішкөйлегінің етегін жел қағып желп-желп етеді. Таңғы суықтан жаураған секілді. Бүрісіп алыпты. Ата-ау, әу әке, апам қайда? Қазір келеді әке. Біреумен сөйлесіп жатқандай болдыңыз ғой. Жоқ, өзім ғой, өзім. Намаздың уақыты болды ғой. Сағатыңыз шырылдады. Жақсы, қазір барайын. Қазір. Ескі арбаның сүйегін сықырлатып қалбалақтай түрегелді. Өзінің де буын-буыны ән салып кеткен. Әлгінде даусын қаттырақ шығып сөздерін естіп қоймады мекен мына қыз деп өзінен өз қысылды. Азан шақыруға бет алғанда белдесер балуандай сипалана қалатын әдет еді. Үсті басын қағынып, білегін жүре тұрып, талтайып тұрып, азан айтқанда ауыл шалдары аузын ашып көзін жұмып құлағын түретін.
па шіркін, Молдекеңнің махамын ай дейтін. Бір бата жасап бет сипаған соң көбірлеп: қирағатын айтсаңшы, қирағатын. Құйқаңды шымырлатады ғой тегі деп, онда екіншісі қоштайтын. Әй, мен білсем мұндай дауыс біздің аудан тұрмақ Қазақстанда да жоқ дейтін үшінші сенің түрде. Әрі алдыңғы екеу де күбірлеп сыбырламай-ақ елге естірте сөйлейтін. Аналардан асырып айттым ба? Енді кезек-кезек сендерде дегендей жан-жағына қоразаны қараушы еді. Бірінің қолтығын бірі демеп орындарынан көтеріліп намазға тұрушы еді. Бірі кеңсе сағалаған белсенді, екіншісі қара жұмысқа піскен шаруа, тағы бірі трактор айдайтын, комбайн мінген, қырман күзеткен, қой баққан. Әйтеуір колхозға қызмет етіп жас кезінде құдаймен ісі болмаған адамдар бәрі. Тек зейнетке шығып бұл дүниенің шаруасынан шеттетілгелі о дүниені ойлап бастаған. Әліппеден әріп үйренген баладай әпитек ақтарып тіл сындырып аят жаттаған, екке сақал қойып басына тақия киіп бір күнде құдайшыл болып шыға келген. Жай кезде ата болып ру-руға жіктеліп бөлінуге даяр бәйге үшін қырқса кететін батаға берілген шибарқыт шекпенге таласатын қыңыр шалдар мешітке кіргенде медресе мектебінің оқушысындай мүләйімсіп қалатын, тізе түйістіріп намаз оқып, бір имамға ұйып бір дұғаға қол жаятын. Құдайға құлшылықты, молдаға құрмет, мешітке ізет деп білетін, жамағатының осы тұрсын бұл да ұнатушы еді. Сап түзеген кәртең мүриттеріне сүйсіне қарайтын, артында қалың сарбазы бар сардардай өзі көтеріліп қалушы еді. Бұл жолда қаумалай қошеметші қауымы отырғандай жан-жағына қоқиланып бір қарады да құбылаға бет түзеді. Бағанадан бері назар салғысы келмей қақшаңдап тұрған тұсқа еріксіз көз қадаған, өңкиген көліктері шөккен нардай болып жатушы еді, көшіп кеткен бе көрінбеді. Жылтыраған шамдары да жоқ. Жер жұтқан ба, зәнталақтарды деді іштей. Көзін уқалап жіберіп қайта қарады. Тесіле үңілді, ары-бері шолды, бәрібір ештеңе шалынбады. Бұлардың кеткені жөнделіп, ал анау қайда деп ойлап үлгермей жатып, жүрегі атқақтап кеткен. Көз шынысы бұлдырап, көмейіне запыран келгенде алқым ашып сала берді. Алқынып барады. Енді кідірсе тұншығардай болған соң бар даусымен барқырай айқай салды. Азаны ызалы, ызбарлана шырқады. Одан құлақ совхоз тараған тоқырау жылдар тұғын. Ел сауда жасап, жол жағалап кеткенде тауға қарай тартқан. Қара қойынның аузынан қара суды бөгеп, қара тасты қашап дермен салды. Бас жағына бал арасын апарып, бал шелек ұстады. Су дермені айналған сайын аппақ ұн емес қып-қызыл ақшаны төкті де отырды. Сары балдың да саптаяғы марқа қозға бағаланды. Қара қойынның іші аз уақытта мыңғыраған мал мен ызыңдаған араға толды. Бал мен малға үлкен ұл бас көз, ал дермен басына ақыл есі кемістеу туысқан інісін отырғызған. 4-5 атадан қосылатын жамағайын, лағып сөйлеп ләйліп жүргенмен жан баласына қиянаты жоқ, шаруаға да бір кісідей мығым, бірақ әріп түгіл ақша танымас, дүмбілес. Кейбір қулар теңгенің орнына тиын ұстатып алдап соққан әуелгіде. Базар жағалап жүрген соң жетім қызды әкеліп, қасына қосқан соң барып есебі түгенделді. Көп ұзамай екеуінің некесін қиды. Ері дермен тартады, әйел есеп қисап жүргізеді. Іс оңғарылғандай көрінген. Алайда келіп кетіп жүріп, келеңсіз жайдан қарған. Екі жас ерлі зайыпты болып бір шәугім шайды бөліп ішкенмен жатар төсегі бөлек, қарым қатынасы салқын. Жас келіннің жүзі сынық. Әуелгіде жайраңдап жүретін қазан ошақты бәйбішедей билеп төстеп, үй шаруасына кеуделеп-ақ кірген. Соған қарап екі жартым бір бүтін болдау деп сырттай көз қуантып көңіл семіртіп еді. Ендігі кептің мәнісін ұққандай бірер апта сыр суаулады. Қара жұмыста апырып-жапырып жіберетін інісі қараңғы түссе қайрат көрсете алмай жүргенін көп ұзамай сезіп білді. Еркектігін қайда деп 2-3 рет қайрап-қайрап жіберген, бірақ ештеңе тындырмапты. Қалай болды деген сұрағына жауап берместен сұрақ белгісінше екі бүктетіліп сүмірейген. Қазымырланып қайта жанымаққа ниеттенгенде бала құсап ыржалақтадан чықнеме. Күндердің күні келін кетемінге басты. Ызыңы көбейіп бара жатқан соң дерменшіні сақпанға көмектесіп қайт деп балшелектегі баласының үйіне жұмсап жіберген. Дерменді сол күні өзі тартты. Ақ есегін қыдаңдатып дерменге жиі баратын. Ол барған күні дерменші үшін балшелекте жұмыс дайын тұратын. Келінде кетемін дегенді қойған. Бірін-бірі қуалап ай мен күн төбеден ауып жатты. Қара қойынның суы да ырғағынан жаңылмай ағып жатты. Бірақ бір күнде бәрі бұзылды. Ақ есектің мешіттен көрі дерменнің айналасында көбірек арқандаулы тұратын әуелі ауыл жұрты әңгіме қылып жүрді. Жасынан жақсы ат шыққан молданы жамандыққа ешкім қимады әйтсе де, дермендегі жұмысын сылтауратып бірер рет мәуліттен қалып қойған. Тойдан кешіккен сәттерде
сөз қылатын да басылатын. О тоба, адам жас келген сайын бұл дүниенің тірлігін ұмытып, о дүниеге дайындалушы деуші еді. Біздің Молдекеңді керісінше шықтау, тым шаруақор болып кетті. Қашан көрсең диірменнің түсімін күзетіп отырғаны, не жетпейді екен деген пенде үй күңкілден араспаған, бар бәлені бүлдірген дөмбілез диірменшінің өзі. Келінді көжеге тойдырдың ба деп сұрайтын ауылдың еріккен-зеріккендеріне ыржалаңдап жауап беріп құтылып жүрген. Талдырмаш келіннің тойған қозыдай томпаңдап қалғанын көрген қулар одан әрі қазатын қалай екен, қалай болды деп қажайтын. Сондай бір қылжақпасқа білмеймін, атам біледі деп дәлгі. Сезік алған адам сетінеген жіптің ұшын жіберсін бе? Тегісі сөгілген жерден әрі қарай тарта берген тарқатып көрген. Сөйтіп дүмбілездің дым бітірмегенін біліп қайтқан, таудағы диірменнен бір қапшық ұнмен бірге бір қоржын өсекті алып қайтқан. Сол сәттен бастап диірменнің тасы кері айналып сала берді. Қарақойынды тастап Қарасарайды қоныс қылғанына биыл 6-шы жыл. Бар дүниесі бір көлікке сыйып кеткен. 2 ұл өлім шығылып сабап диірменнің астына байлап тастаған жерінен құтқарып алған ағайын туған ен даладағы қыстауға көшіріп әкелді. Бәйбішесі мен балаларынан аз кем қой, ешкі, сауын, сиырды тарқатқандай қылып алып бергенде солар. Айы күні жетіп отырған бұрынды келін қазіргі әйел көп ұзамай босанды. Кіндігін өз кесіп азан шақырып атын қойды. Қарасарай көптің қыршаңқы сөзімен табалаған көзінен сақтады. Молда сөйтіпті, молда бүйтіпті деген жел сөз жеткенмен ешкім келіп бетіне баспады. Жапан түздегі жалғыз қыстауды қалай ұмытса, келінің көрпесін көтерген имамның ісінде жұрт солай ұмытқан. Бірақ өзі ұмыта алмады. Есіне алған сайын бір ысып бір суынады. Диірмендегі алғашқы түні жүрегі атша тулап, қаны суша зулап рахат пен мехнатты қатар кешкен. Шабан торыдан кейін жарау байталға жайдақ мінгендей тақымы құрғыр жайлылықты сезуін сезді ғой. Дегенмен сол лып етпе сезім жалп етіп тез сөнді. Келінің кеудесінен ауып түспей жатып көңілі ел көшкен жұрттай құлазды. Шекараның арғы бетіне өткен бозбала шағында талай кербездің төсін мыжып еді. Қазақтан бөлек ұйғыр, қырғыз, дүнген, сібенің сұлуларын шөпке аунатып кете баратын, әрі сол шөпке аунаған шөп желкелер көп уақыт өтпей өздері іздеп келетін. Күйлеген құнажындай сүйкеніп көзін сүзіп дегбірді алатын қайтерсің. Ондайларда бірде көл, бірде шөл. Тәбеті шапса тағы бір дәм татады, шаппаса ол да жоқ. Бір құдықтан бірер мәрте шөл қандырған соң-ақ жерініп кер бұғыдай кекірейіп қалатын. Аллайланбаған тұнық, мінілмеген асау көрсе бітті. Бейбас көңіл бой бермей жолқынады, аласұр балқынады. Атқан құлатып, алысқанын сұлатып барып жаны жай табады. Соның бірінде мұным қалай болдау демеген, керісінше жау түсірген батырдай масаттанып, түнгі қызықты қатар құрбысына еселеп айтып, мақтанып қалатын. Шекарадан бері өткелі сыбағасынан құр қалған жоқ. Бүйірінен мытып жібергенде қағынған шешектеп қылмың ете қалар. Келіншектер аз кездеспеді. Тек Құранды қолға алып Құдайдың сөзін сөйлегелі, жүріс-тұрысына түбегейлі қарауыл қойған. Көңілі бұзылып тұрса да бұрымдылардан көз қашырып сөз тізгіндеп дегбірсізденетін. Дағуат тілеген жамағатқа да дүниедегі ауыр күнәнің бірі зина екенін көп тәппіштейтін. Оны айтқан сайын өзіне де бас көтеріп келе жатқан нәпсінің арынын басып қойушы еді. Бірақ махаббат іздеп аласұрған есерлікке еркелігін қоймады. Қайта-қайта басын қылтитып, бар екенін білдіртіп, шайтаны олар имани пейілін келемеждей беруші еді. Бір мәулітте қарсы бетте жайғасқан жесір әйелдің ойнақшыған көзіне қараймын деп оқып отырған Құраннан жаңылғаны бар. Ол бәлекетте бірдемені сезгендей кесесін алып беріп алдын жиыстырып қызмет көрсеткен сыпайы қақты. Талай еркек тұзаққа түсірген әккі неме ертеңіне дем салдырамын деп екіні мен ақшамның арасында апақ-сапақта алып ұшып жеткен. Суды қамшымен бір салса із қалмас деп алып ұруға бір-екі рет оқталды да тоқталды. Бірінші жаратқаннан қорықты, екінші біреу кіріп келетін елегізген. Сол күні кешкілік құр тулақты умаждаған иттей кемпірін әурелеп қара терге түсіп еді. Бұл жолы нәпсі құрғыр сонау бір бозбала шағындағыдай саңырезуленіп кеткен. Өзде тізгін тартқаннан гөрі қамшылағанды қолай көріп тұрды ма кім білсін. Боларыс болды. Күнәһар кеудесін әзер көтеріп ақ есекке бұт артқан. Диірмен мен ауыл арасында қараңғы түнде ұзақ жүрді. Жол бойы өз-өзінен түтіп жеді. Тымпиып үйге кірді, тымырайып ұйықтады. Ертеңіне ғұсыл құйынып қайта-қайта тәубе намазын оқыды. Жайлаудан бір бұқан алдырып кем-кетікке садақа қылып үлестірді. Мұның не деген ешкім жоқ. Өзі сыр ашпады. Содан кейін ғана аздап жеңілдегендей болды. Құдекең кең ғой. Ана жаққа барғанда есептесе жатармыз деп іштей өзін жұбатқан. Осымен тоқтармын деген.
Алайда арада ай өтпей ақ есектің басын диірменге қайта бұрды. Апты аралатып тақты соқты. Содан кейін келесісі, келесіден кейін келесісі. Бірте-бірте бұл бұрыс келісі әдетке айналды. Ақ есек те үйден шыққан бетте тауға қарай темпеңдеп тартып тұратын. Ол да дәндеп алған диірменнен артылған кебекке барған бетте бас қояды. Ал бұл келіннің дәміне қара аспанды төндіріп түтіп жейтін кінәмшіл ой бастапқыда біраз қиғылық салып, ар-ожданын қажаған. Кейіннен ол да ізім қайым жоғалды. Ол жоғалған соң ұятта қашқан. Ет өліп ақыл көнген. Келін де қымсынуды ұмытты. Келсең кел деп керіліп көзімен арбап шақырып тұратынды шығарды. Жүзі шырайланып, бітімі толысып, сұлуланып кеткендей көрінетін. Бірте-бірте оның да бетінің қытығы кете берді. Беттің қытығы кеткен сайын белі жуандай берген. Ақыры бір күндері ақ есек кебекке күпті болып, келін балаға жүкті болды. Шақшадай басы шарадай сәлдеге симай аласұрып еді сол күндері. Кемпірінің о бастан діні қатты болатын. Аталары ел сұраған тек дәулеттен емес пе? Көріңде өкіргір, өспегір, өнбегір деп жаман қатындарша бажылдап, қарғап сіленбеді. Бұл дүниеде кеше алмаспын, іргеңді аулақ сал деп сазарған. Содан жібіген жоқ. Сыртта білдірмесе де іші алай-дүлей болып ұяттың отына өртеніп тұрғанын аңғарды. Ал балалар есіктен күні ат ойнатты. Екеуі апақ-сапақта еліріп жеткен. Үлкен араққа тойып алып тікеле сала кеудесін тепті. Шалқалап құлағанын біледі. Ажыратпақ болған кенжесінің даусын естіген. Одан кейінгісі бұлдыр сағым сарылдаған суға малынып, дүрілдеген диірмен астында жатқан еміс-еміс есінде. Бір көзін ашқанда Көшкінбайдың көк жигулиінде теңселіп барады екен. Кезінде бұл жігітке жақсылық өткен. Совхоз директорына айтып жүріп, ауылдағы жанармай қоймасының меңгерушілігін алып берген. Сонысын ұмытпапты. Күллі жұрт бетін құрсын қара бет деп жатқанда теріс айналмаған осы ғана. Ағайыны болмаса да қазір бұдан жақыны жоқ. Көк мәшинесін шаңға көміп 2 айда бір соғады. Қой ешкісін бұлдап сатып қант шайын жеткізіп береді. Құр келмейді, ауылдың бар жаңалығын бөктеріне келеді. Сенімен бірге Береке кетті деген тағы бір келгенде Көшкінбай, Берекені ала кеткен жоқ шығармын деп сөз аяғын сұраққа тіреп қояды. Көмбеш нанды қаймаққа малып күйсеп отырған Көшкінбайға да керек осы еді. Диірменнің тоқтағанын аралап қырылып, балшелектің балы сарқылғанын екі ұлдың бірі көше таптап сенделіп, екіншісі әлде бір байдың жалшысы болып, малын бағып кеткенін, арақ ішетін қатыны төркініне жиі кетемінін сампылдап айтып шықты. Өзін жақтап балаларында даттап отырғанын сөз ләмінен аңғарды. Оларды табалаған рай байқап, солай боларын білгенмен дегендей гәп сезді. Бүйтпесе Көшкінбай бола ма? Бұл жолда өзіне керекті сөзді айтып ақ отыр. Ешқандай көлгірсімей көңілдегін ақтарып отыр. Шатаққа орынғанда-ақ қақ қарасын ажыратып жатпай әу бастан өз жағына шыққан. Әлі табанын тайдырмапты сабаз. Нағыз дос осындай болса керек. Кінәлі екенімді біліп отырса да жауға бергісі жоқ деді ішінен. Компылдап сөйлеп, қорбаңдап жүретін Көшкінбайға іштей разы болғанмен есіктен жаңалғы жанына жаға қоймады. Көк жигулиді көзбен ұзатып салып тұрып ауыр күрсінді. Сенімен бірге Береке кетті дейсің ау сен бала. Бәлкім сол Берекені кетірген мен шығармын деп күбірледі. Түні бойы дөңбекшіп, ұйықтай алмады. Ертеңіне қамшы тиген жыландай күні бойы бүктетіліп жатты. Түнде түс көрген, өңі секілді қызық түс әлде ойым екен. Кеудесін тоқпақтаған жүрегіме әлде алшаңдай басқан адамның жүрісіме ажырата алмады. Анандай жерде пысылдап ұйықтап қыз жатыр. Арқа тұсы ашылып қалыпты. Есік көзінде тұлған перде бишінің борбайындай мың бұралып тербеледі. Атып тұрып терезеден үңілген. Қою қараңғылықтан ештеңе байқай алмады. Шекпен жамылып далаға беттеді. Есіктің ілгегі ілінбепті. Жартылай ашық тұр. Пердені түртпектеп тұрған түнгі жел осы саңлаудан ұрланып кірген екен. Бұрышқа қойылған аспалы шам болар болмас сығыраяды. Ала салып сыртқа шықты. Иттер құбыла беттен қайтып келеді екен. Адам ба, аң ба, әлде мал ма екен? Әйтеуір біреуді улап-шулап шығарып салған анық. Иесін көре салып қайта күшке мінді. Енді келсең, әуселеңді көрсетеміз ан тұрған дегенді әупілдеген үндерінен таныды. Атаңа нәлет деп тістен, сол ғой, сол деп кіжінді. Асығыс үйге кірді. Дүңкілдете басып түпкі бөлмеге өтті. Төрде дөңкиіп әйелі жатыр, теріс қарап бүктеніп алыпты. Атаңа нәлетті бұл жол ішінен айтты да шығып кетті. Біразға дейін көз ілінбеді. Әр нәрсе есіне түскен. Әлгінде көрген түсін неге жорырын білмеді. Ол туралы ойланайын десе ашық қалған есіктің жайы жанын кеміріп, көңілге алаң кіргізген. Аспалы шамда қараған сайын келек етіп тұрғандай құбылады. Түнмен көз ілмедің. Кімнің келіп, кімнің кеткен сен емес, мен білем дейтіндей қоланады. Бұл үйге ұрланып жел ғана кіріп жүрген жоқ. Есіктің пердесі ғана желбіреп тұрған жоқ дегенді айтқысы келе ме қалай? Сары сайтан деп тістен жүгіріп барып шамның шынысын
Көтере салды да үрлеп келіп қалды. Жалп-жалп етіп сөнді. Үй іші қою қараңғылық жапты. Жастығын бауырына қысып булығып жылады. Көп ұзамай кемпірі қайтты. Айналдырған 2 айда дендеген дерт алып шыққан. Көшкінбай бір келгенде Алматыға кетті. Бауырында ісік бар деп еді, екіншісінде хабар алып келді. Көптің табалаған көзінен, сумаңдаған сөзінен именсе де жаназаға қатысып жұрт қатарлы топырақ салды. 7-сі мен 40-ында да беттің арын белге түйіп бата ішінде болды. Келдің деген, кеттің деген ешкім болмаса да сүлдерін сүйретіп басынан аяғына дейін жүрді. Көшкінбайдың көлігіне мінгелі жатқанда үлкен ұлмен көз түйісіп қалып еді. Әлдене дегісі келгендей сыңай байқатып бері қарай жүріп барып іркілді. Не демек болды екен деп жол бойы ойланды. Кескіні көз алдынан көлбеңдеп кетпей қойған. Бұрын жынттай боп жылтырап жүретін, қазір иығы қушиып аш бөрідей азып кетіпті. Қыздың артынан ілесе туған ұл емес па, еркелі өскен. Шал кемпірге тән болды. Мектепте барғанша әжесінің қойнында жатты. Екеуі бір-бірінен өткен малсақ бастапқыда мал мен балдың дәмін алып, шырғасын шығармай өсіріп өндірген еді. Бұл Қарасарайға көшкенде 100-ден аса қой, ешкі, бір үйір жылқы, 30 қаралы сиыр қалған. Солар қайда? Елге жалшы болып жүрген қалай? Шешесінің жаназасына да қорасынан бір қара шығара алмапты. Сатып қойған құнажының еті олқылау түсті. Айтпақшы, керейден алған келін мен одан туған немерелерін көрмегелі қалай? Келді ме, келмеді ме, әлде танымай қалды ма? Әй, келмеген-ау, келсе балалар келіп амандасар еді ғой деп күбірледі. Дауыс қаттырақ шығып кетті ғой деймін. Ойық-шойық жолда көлігін ортекеше ырғытып келе жатқан Көшкінбай естіп қойды. Не дедің? Келінді айтам. Қай келін? Бір келінді қатын қылып алған жоқсың ба деп шиқылдап күлді. Ежелден сен деп сөйлейтін жездесіндей қалжыңдасатын. Әй, сандалма, Тоқтардың әйелін айтам. Көрінбейді ғой ол бала. Ой, ол кетіп қалғалы қашан деп даусын созды. Кеткені қалай? Түбегейлі ажырасып кеткен бе? Иә, екіншісін алды ғой, білмейсің бе? Қазан ошақ жақта ыздиып жүрген ана бір жуан қара келіншекті көрген шығарсың. Сол су жаңа келінің. Әй, осы қатын құмарлық сендердің тұқымында бар. Балаң да өзің секілді қатын шыдатпай жүр деп Көшкінбай өз сөзіне өзі разы болып кеңкілдей күлді. Тә, жоғалар деді зілсіз ғана. Ол да кеткен екен ғой, шынымен де берекеміз кеткен екен-ау. Кетірген екен мынау деген ішінен тынып, тереңнен тартып ауыр күрсінді. Атар таңмен таласа шыққан азан дауыс алысқа кеткен. Түнмен шабаланы үріп шаршаған иттер қайта бас көтерді. Бұл жол үрген жоқ. Жатқан орындарынан тұрмастан қыңсылай ұлып берді. Жамыраған жамағаттың сықпытынан тіксініп қалды. Бүйтіп болмаушы еді ғой. Бұл жазғандар не қара басты деген ой сәлдегі басын селкілдетіп жіберді. Құбыла бетке қайтадан көз тікті. Ештеңе көре алмады. Көзі жасаурап тынысы тарылды. Азанның соңғы қайырмасын әзер айтты. Ілбіп басып үйіне беттеді. Кебісін есік көзіне қалдырып, жез құманды пештің желкесінен ептеп қойды. Бұрышта бүркеніп жатқан қызы әлі ұйықтамаған секілді. Тықырды естіп басын көтеріп алған. Ата, апам келді ме? Не дейсің, апам қашан келеді? Келеді, әкем. Келеді. Келгісі келгенде келеді деді де басқа айтар сөз таппағандай сасқалақтады. Шам жағып түпкі бөлмеге асығыс өтті. Теңселе басып терезе алдына барған. Дала ала көбектене бастапты. Газ құбырын тартушыларының шатыры көрінбейді, зым қайым жоқ. О, сұмдық-ай деді. Күнде осы уақыттар ду-дұрды болып жатушы еді. Сығырайған шамдары да түні бойы өшпейтін. Жер таппағандай құбыла бетке жайғасып алғанына қынжылған әу баста. Намазымды нақұрыстарға қарап оқитын болдым ғой деп талай рет сырттарынан сыбаған. Енді міне жоқтап тұр. Олар демес-ау оны. Әлгі қу мойынның жылмыңдаған көзінен, жымиған күлкісінен, ұры ит секілді жымысқы жүрісінен шошып еді. Келіп кетіп бұның барып жүргенін де сезген, бірақ өз сезгенді жан баласына сездірмеді. Соңғы жылдары төсекте қайрат көрсете алмаған рас. Бірер мәрте аяғына жетпей атынан ауып түскені бар. Соған өзін кінәлады, сезінген. Некелі жардың күнәлі жүрісін тежеп тайт деп тыйып салмады. Жастық желікте бұзаулы құнажын байдасын үзе қоймас деп іштей тынған. Енді міне, шынымен деді қалтырай тіл қатып. Шынымен де кеткені ме? Қолына діріл жүгіріп жүрегі атша шапты. Терезе алдына қаттап жинап қоятын жай намазына көз түсті. Сарғыш түсті матаның бетіне бірдеңе ағараңдайды. Алып қарай еді, бір жапырақ қағаз екен. Шам жарығына тақалып күбірлеп оқыды. Қалбалақтап жүріп жай намазын әзер жайды. Жапан түздегі қыстауда жалғыз қалған қаршадай қыз жылай-жылай ауылға жаяу тартқан. Ағайын туған молданы ақшамның әлетінде жай намаздың үстінде жатқан жерінен тауып алды. Әйел жазған бір жапырақ қоштасу қағазы уысынан шығыпты.